Дәл қазір бізде қолөнер бағыты бойынша бірінші кезеңіміз басталғалы тұр. Қатысушыларға арнайы тапсырмалар берілетін болады және де белгіленген уақыт ішінде сол тапсырмаларды орындап бітуі қажет. Ал қатысушылар жарысқа дайынбыз ба? Көңіл күйлеріңіз қалай? Ендеше жарыстың басты талабы ұялы телефондарымызды жинаймыз және тәлімгердің белгіленген нұсқаулықтарын тыңдайтын боламыз. Ислам Бекзат, осы Түркістан облысынан, Түркістан қаласынан осы жобаға, тәлімгер жобасына келіп отырмын, өз бағымды сынауға. Яғни әкем ағаш өнерінен жасайды. Соны көріп, қызығып, өзім де ағаш өнерінен, ағаш өңдеуден оқып жатырмын қазір. Менің атым Даниал. Мен Кентау қаласының тумасымын. Менің жасым 14-те, 2010 жылғы жаспын. Мен осы Яссы колледжінде оқимын. Бірінші курсқа өттім. Менің хоббиім үйде әртүрлі тағамдар дайындаймын. Басқа елдердің тағамдарын жасап үйреніп көру. Сол. Сапар Жасұлан Еркебайұлы, жасым 19-да. Қолөнер саласымен айналысам. Айналысып жүргеніме қателеспесем 3-4 жылдай болды. Негізгі мамандығым программист. Мен есімім Нұрай. Мен Құлжа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде филология факультетінде шетел тілдер педагогикасын оқимын. 2-ші курс осы жылы. Жасым 18-де. Бұл жобаға келудегі мақсатым тәжірибе алмасу, өзімнің жеке көкжиегімді байыту. Мен Темір Есқали, мен өзім колледжде оқимын. Осы мамандық бойынша, қолөнер бойынша. Сол өзім сынайын деп. Жанболат мырза, бірінші турдың кезеңдерін, ережелерін, яғни өзіңіз бір түсіндіріп жіберсеңіз. Аллау бірінші кезеңде үлгі алу дейді. Жасайтын затымыздың үлгісін алып алу керек. Өзіміз қағазға түсіріп, соны жан-жағын кесіп, өлшеп, қағазға түсіріп алу. Сосын екінші кезең сол біздің үлгімізді, дайын үлгімізді ары қарай былғарыға сызып, былғарын кесу екінші кезеңде. Ал мынау ұялы телефондарымызды жинап алайық бірінші, бастамас бұрын. Ал ұялы телефондарын жинап алдық па, ары қарай мынау дайын әмиянды алып, осы мысалға қызғастыр бір әмиянды. Дүкенде көрдіңіздер, или біреудің қолында ұстап жүрген көрдіңіздер. Біреулер турасын жағып жасап, еш жерде жоқ, таппай жүрмін, маған жасап берді мүмкін да. Сондай кезде сондан үлгі алуды үйренеміз. Ең бастысы осы үлгі алудан тұрады жұмыстың барысы. Сол үлгісін алуға бастайық. Негізі үлгі алуға ең оңай, бізде торкөз дейміз. Торкөз ешқандай қисық емес бұл. Бұмен алсаңдар өлшемі анық шығады да. Сол үшін бір торкөзден бердің өздерің алдарыңа. Ондан өлшеп алыңдар. Сыртын өлшейсіңдер бірінші. Оны өлшемін сразу бір жерге сызып, екінші артына сызып алыңдар да, болмаса басқа параққа сызып алыңдар. Өлшемін сызып алып, өлшемін не аласын жазасың. Я пәлен 30 сантиметр, я 20 сантиметр деген сияқты. Былғары өнері бұл ежелден келе жатқан қолөнердің бір түрі. Адамдар тері мен былғарыны ерте заманнан бастап тұрмысқа қажетті бұйым жасауға қолданған. Бұрынғы ата-бабамыз тері өңдеп, одан ер-тұрман, белдік, аяқ киім, сауыт, қалта, дорба жасаған. Бүгінде бұл өнер жоғалып кеткен жоқ. Керісінше дизайнерлік бағытта дамып келе жатыр. Былғарыдан әмиян, сөмке, зергерлік бұйымдар шығарады. Бұл өнердің құндылығы ол табиғи материалмен жұмыс. Әр бұйым қолмен жасалғандықтан, оның өзіндік энергиясы мен ұзақ сақталатын сапасы бар. Сайысымыздың басталғанына да шамамен 10 минутта уақыт болды. Қатысушыларымыз қызу жұмыс үстінде. Біз келесі. Дәл қазір менің қасында Есқали және Жасұлан деген қатысушыларымыз. Жігіттер жалпы көңіл күйлерің қалай? Жалпы бұрын бұндай сызумен, қолөнерлікпен айналысқан бе едіңдер, бұндай жұмыс жасап көрдіңдер ме? Кончальный круг, белесу, сонымен айналысқанбыз бұрын. Жалпы сурет салудан бұрын да хабарларың болған. Біз бұдан бұрын колледжде үйрететін жерде осыны бөлігіндеміз. Сызуды, нені. Яғни сендерге сызу қиындық туғызбайды. Жақсы, ендісе сендерге сәттілік, келесі кезеңдеріне сүрінбей өтіңдер.
болдыңыздар ма қатысушылар? Размерін сызып алсаңыздар, енді ары қарай осы сызып алғанды жаңағы қатты картоныңыздар ғой, соған жапсырып шығамыз жаңағы қағаз клеймен. Тәлімгердің нұсқаулығы бойынша бірінші кезеңнің тапсырмасы жүйелі орындалып жатыр. Ал мен дәл қазір сайысымыздағы жалғыз ару қызымыз Нұрайдың жұмыс барысын білгім келіп тұр. Жалпы жұмыс барысы қалай жүріп жатыр? Жақсы, барлығы. Көңіл күйің бәрі жақсы ма? Көңіл күйім керемет. Аздап қобалжулар бар, бірақ өзімізге деген сенімділік болу керек. Жалпы алдағы сайыстарға, осыдан кейінгі сайыстарға қорқыныш бір болып тұрған жоқ па? Қобалжу сезімі? Қобалжу сезімі кішкене бар, бірақ бұл сайысқа қатысам деп келгеннен кейін барлық тапсырманы өлдетпей уақытында орындау керек. Сол үшін сәл сенімділік керек. Жақсы, рахмет, сәттілік. Бекзат, жалпы сенің көңіл күйің қалай? Өте жақсы. Жалпы жұмыс барысы қиындық туғызып жатыр ма саған? Жоқ, әзірге жеңіл. Ал енді саған қатысушы ретінде қастарыңдағы өзге қатысушылар, мысалы яғни Нұрайдың жұмысын сен қалай бағалайсың? Өте жақсы. Арамыздағы жалғыз қыз болғанмен бізбен қалыспай жұмыс жасап жатыр. Қатысушыларға сәттілік, өзіме жеңіс дегендей. Жақсы, сәттілік. Данил, жалпы көңіл күйің қалай? Жақсы. Жұмыс барысы қалай? Қиындық туғызып жатыр ма саған? Сәл бір қиындығы бар екенбіз. Сонда да жасап жатырық. Көреміз, болады. Алдағы сайыстарға қалай? Алдағы сайыстарға жақсы көңілім. Жасай аламын деп ойлаймын. Ал дәл қазір өзіңе берілген тапсырманың қай бөлігіне келдің? Сыртқы бөлігін көріп тұрғанын бітірдім. Енді екінші ішіндегі бөлігін жасап жатырмын. Жақсы, жұмысыңа сәттілік. Біздің жұмыстың соңғы кезеңі де жақындап қалды. Енді біз қатысушылардың пікірін тыңдап көреміз. Олар осы процесті қалай қабылдады, қандай әсер алды, не үйренді, сол туралы өз ойларымен бөлісетін болады. Баста қобалжу болды, өйткені көбінесе мен бір орында көп отырып жұмыс істей алмайды екенмін. Менде қатты қиыншылық болған жоқ, өйткені мен сондай заттар салып жүремін, істеймін. Сондықтан өте жақсы өтті деп ойлаймын. Екінші кезеңге жақсы жұмыс істей аламын деген ойдамын. Басқаларға да сәттілік. Әзірге бізде қорқыныш болды, қорықтық. Не болады, қалай болады білмеген соң. Жалпы бірінші чертеждер сызу керек екен. Соған байланысты бұрындағы жиналған опытке байланысты ондай қиындық туған жоқ. Ондай мықты сызамын деп ойламадым, бірақ бірінші кезең өте ойдағыдай өтті. Қатты қиын емес, жеңіл емес. Жеңіске деген қарқын өте жақсы болып тұр. Мотивация артып тұр былайша айтқанда. Барлығы сәтті болды деп ойлаймын. Көңіл күйім бір қалыпты. Жаңағы өмірімде енді бірінші көріп тұрған адамдар болғаннан кейін сәл қобалжу болды. Оның үстіне жаңа сайысқа қатысушылардың өзі 5-еуміз болсақ, соның ішінде 4-еуі ұл. Енді олар бір-бірімен жақсы араласып кетті. Мен сәл шетте қалып қойдым десем де болады. Біз біршама уақытымызды үлгі салуға арнадық. Себебі жаңағы үйретіп жатқан тәлімгеріміздің айтуы бойынша бұл арада қателік жіберуге болмайды. Сол себепті біз алдымен үлгі салып, сол үлгіге практика жасадық. Сол келесі кезеңде енді бұл арамен жұмыс жасайтын боламыз. Алғашын өзі қобалжаған бар, чуть-чуть біле алмай, мен бұл саланы оншалықты біле бермеймін. Только құмыра сондаймен айналысқаннан чуть-чуть білмейтін нәрселер көп болды менде. Шатастым, құрттым, қайтадан жасадым, құрастырдым. Сондай нәрселер көп болды бірінші кезеңде. Жай жүріп қалған кездер болды, қателескендердің кесірінен. Мен үлгі салу кезінде кішкене қиындықты туған соң, үлгіні 2 қайтара басына сыздым. 2 қайтара сызған кезде екіншісінде дұрыс болып шықты. Сол екінші үлгіге қарап, үлгі арқылы жаңағы кесіп дұрыстап жасап алдым. Қағазға үлгі салу қолөнерде ең маңызды кезеңнің бірі. Үлгі салу арқылы біз болашақ бұйымның нақты өлшемін, формасын және детальдарын алдын ала белгілейміз. Бұл қателікті болдырмауға көмектеседі. Егер үлгі қағазда дұрыс жасалса, киім былғарыны немесе басқа материалды кескенде материал зая кетпейді. Жақсы жасалған қағаз үлгі бұйымның сапалы әрі симметриялы болуына тікелей әсер етеді. Құрметті көрермендер, дәл қазір үлгі алу кезеңі өз мәресіне жетті. Қатысушылардың жасаған бұйымдары арнайы қорапшаға салынып, белгілі бір санмен нөмірленетін болады. Себебі ол жарыстың әділ өтуіне бірден бір себеп. Көріп тұрғандарыңыздай, қатысушылардың ешқайсысы бірінші кезеңнен сүрінген жоқ, десе де 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар анықталу керек. Ол жағын біз жарыстың соңында айтатын боламыз. Ал енді қазір осы жарыстағы тәлімгер Жанболат мырзадан өз пікірін білсек.
Бірінші кезең керемет өтті. Балдар алға деген құлшынысы артып тұр, шабыттары ұрып тұр. Екінші кезеңге енді пішу, жаңағы біз алған үлгімен былғарыны пішіп, кесіп алу кезеңіне өтеміз. Тәлімгердің де өз пікірін тыңдадық. Ендеше келесі бағдарламада кездескенше аман сау болыңыздар.